Қазақтар тоғызқұмалақты дөңгелек тақтада ойнаған. Қазақ өнеріне өзіндік үлесін қосып жүрген қолөнерші Ертай Өміртаев тоғызқұмалақ ойнауды өзі білмесе де оның тарихына зер салып, тақтасын қолдан жасаумен айналысады. Оның айтуынша, тоғызқұмалақ ойынның табиғи ағаштан жасалған тақтада ойнау керек. Ұлттық өнерге құрметпен қарайтын адам оның тарихына мән беру керек. Мен кез келген ұлттық туындыны жасайтын кезде алдымен зерттеп аламын. Мына тоғызқұмалақ тақтасын қарағаштан жасадым. Өйткені бұл ағаштан жасалған дүниені ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдыруға болады. Бұрын қазақтар бұл ойынды дөңгелек тақтада ойнаған. Қойдың құмалағын тастарының орнына пайдаланған. Ал қазір шие жемісінің сүйегін пайдалануға болады. Шиенің сүйегі ағаш тақтада секіріп кетпейді. Сосын тақтаны кендір жіппен май жаға отырып өріп шығамын. Өйткені тақта шіріп кетпеу керек. Қазақстанда арнайы курстарда тоғызқұмалақты пластик тақтада ойнатып үйретеді. Құмалақтар да пластиктен жасалған. Өз басым тоғызқұмалақты балаларға пластик тақтада емес, ағаштан жасалған тақталарда үйрету керек деп ойлаймын. Себебі баланың бойында өз ұлтына деген құрмет пен мақтаныш сезімін тудырып, ойынның шығу тарихымен танысуға қызығушылығын ояту керек. Өйткені ерекше үлгідегі ойын тақтасын көрген баланың санасында тарихқа қатысты неше түрлі сұрақ міндетті түрде туындайды. Бастысы компьютерлік ойындарға деген тәуелділіктен арылтады. Алайда қолдан жасалған бұйымдарды тек ауқатты адамдар ғана сатып алады. Өйткені бағасы өте қымбат. Мысалы, мына тоғызқұмалақ тақтасы 25 мың теңгеде тұрады. Авторлық үлгідегі қайталанбас нұсқалар. Экспо көрмесіне 10 күн қатыстық. Қолөнер туындыларынан домбыра, сазсырнай, тағы да басқа аспаптарды сатуға қойдық. Бірақ көрмеде көп шетелдіктер болған жоқ. Ал қазақстандықтар болса, бұны сатып алуға қымбатсынды. Әр ойынның өзіндік мақсаты бар. Ғасырлар бойы өзіндік құнын жоғалтпаған қазақтың ұлттық ойындарында ойнаушының жас ерекшеліктері ескерілген. Соған орай бөлінген. Кейбір ойындар баланың сана сезімін дамытуға бағытталса, енді бір әскери дайындық түрінде өткен. Мәселен, бәйге, көкпар, әтештер төбелесі, қызыл ту, асық ойыны, теңге алу, хан талапай, садақ тарту, тоғызқұмалақ, соққыр теке, ақсерек, көксерек, сиқырлы қоржын. Тағы да басқа ойындар балалардың физикалық дене бітімінің дұрыс жетіліп, дамуына әсерін тигізеді. Еңбекке, қарым-қатынасын арттырып қана қоймай, зеректікке, білгірлікке, батылдыққа, тапқырлыққа тәрбиелей отырып, ақыл ойының дамуына да септігін тигізеді. Сондықтан, ұлттық ойынды дәріптеушілер аталған ойын түрлерін жаңғыртуды ұсынып отыр. Осы ойындардың ішінде жамбы ату, тоғызқұмалақ, қазақ күресіне ерекше көңіл бөлініп, дамып келе жатыр. Қазақтың ұлттық ойындары шөген ойынымен толықты. Енді бұл ойындар қатарын шөген, яғни поло ойыны толықтырып отыр. Бір қызығы, жаттығу барысында 2 ай бұрын ғана ашылған шөген ойынына деген балалардың қызығушылығы өте жоғары екені байқалды. Шөген ойынына дайындайтын академия ашылғанда 12 жасар Рулан Төкен бірінші болып келген екен. Ол атқа отыруды 5 жасынан бастап үйренген. Көбіне бәйге аттарына отырғанды жақсы көреді. Мен жылқыны өте қатты жақсы көремін. Ендігі аттың үстінде жүріп таяқпен доп ойнауды үйретеміз дегенде тіпті қызықтым. Мен бұл ойынды ештеңеге айырбастамас едім. Үзбей келіп жүрмін. Інім де қатысып жүр. Қазақ күресімен де айналысамын. Бүгін бірінші рет аттың үстінде отырып доп соқтым. Жаттықтырушылар толық үйренген жоқсыңдар дейді. Бұл ойынның әдіс тәсілдерін түгел үйреніп алғым келеді. Шөген ойынның тәртібі ашық алаңда әр командада 4 ойыншыдан жасақталады. Кәсіби ойыншы арнайы комиссия шешімі бойынша ұпай айырмашылығына ие болады. Қатысушылардың ұпай жиынтығы команданың ұпай айырмашылығы болып саналады. Сонымен қатар доп соғуда аса мергендік танытып, таяқпен аттың аяғын жаралап алмау керек. Өйткені аттың аяғын жаралап алса, ойыншының өз өміріне қауіп төнеді. Ойынға жуас аттарды мінеді.
Жаттықтырушы Сәкен Тұрлыбаев балалардың шөген ойынын үйренуге талпынысының өте жоғарылығын айтады. Балаларға 50 минут ағаш аттың үстінде таяқпен доп ұруды үйретеміз. Бастысы аттың аяғын жаралап алмауларын қадағалаймыз. Содан кейін 50 минут атқа отырғызып тізгіндеуді үйретеміз. Өйткені доп соққанда атты дұрыс тізгіндемесе болмайды. Шөген ойнауға көбіне арнайы жаратылған жуас аттарды іріктеп аламыз. Шөген ойынында қолданатын таяқтар Аргентинадан әкелінеді. Таза бамбукпен жасалған. Бізде бұндай таяқтар жасалынбайды. Аттың бойына қарай таңдалады. Жалпы 55 см мен 54 см арасында өлшемдердің ішінен көбіне 52 см таяқтар өте ыңғайлы. Шөген ойыны көшпелі халықтан шыққан. Шөген, шоған, човкан ерте заманнан бар ұлттық ойын. Балаларымыздың шөген ойын ойнаған туралы деректер Жүсіп Баласағұнның Құдадғұл Білік, Махмұд Қашқаридің Диуани-ул-Ғат ат-Түрік атты түрік жазба ескерткіштерінде айтылған.